Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын грануланың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен өте қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Суда қайнап пісуді талап етпейтін, буға пісетін осындай 6 түрлі хлопьяны алдым. Және де оның үстіне өлшеулі майымызды өз қалауымша асқабақ дәнегін қостым. Сіздерде қандай дәнек бар, соның түрлерін қоса берсеңіздер болады. Көп қыз-келіншектер негізі арақтау мақсатында жеп жатады. Егер де сіз дәл осы рецептін жасамайтын болсаңыз, әрине арақтау мақсатында жей беріңіздер. Ал мұны тек мен десерт ретінде ұсынамын. Үстіне балымыз салып, және де какао ұнтақтарын саламыз. Өзіме осылай жасап жеген өте қатты ұнайды. Үнемі жасап қоямын, және де тез тосып қалады. Және де барлығын жақсылап бір келге етіп араластырып, пештің осындай табасына пергамент қағазын төсеп, жақсылап орналастырып салып алатын боламыз. Араларын жақсылап ашып салыңыздар. Одан кейін қысып тұрған пешімізде гранулаларымызды салып пісіріп аламыз. Арасында 2-3 минут сайын араларын ашып осылай шайқап қойыңыздар, бір-біріне жабысып күйіп кетпес үшін. Міне біздің осымен грануламыз дайын. Арнайы осындай қақпағы жабылатын банкада немесе тыста сақтасаңыздар болады. Мен бүгін грануламызды қатықпен ұсынатын боламын. Үстіне гранула және де аздаған өзіңізге қалған жемістің түрлерін салып ұсынсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қандай да бір жаңа рецепттер шықсам, міндетті түрде сіздерге шығып тұрады. Сіздерде бір рецепттер қызықтырған болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Мен сол рецепттерді өз каналыма шығарамын.